Müdessir сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Уа, жамылғыға бүркенген елшім. Тұр, ел жұртқа ескерт. Раббыңның теңдессіз, шексіз ұлылығын жария ет. Киіміңді тазарт, ластық атаулыдан аулақ бол. Атқарған қызметіңді, істеген жақсылықтарыңды көп көріп міндетсін бе? Алла және адамзат алдындағы міндетіңді атқаруда қандай қиындыққа душар болсаң да, Раббың үшін сабыр ет. Өйткені күндердің күнінде Исрафил періштенің сырнайы сур үрленгенде, міне, сол күн өте ауыр күн болады. Әсіресе кәпірлерге жеңіл тимейді. Дүние малсыз, отбасынсыз, жалғыз етіп жаратқан пендемді менімен оңаша қалдыр. Кейін оған тіршілігінде мол байлық нәсіп еттім. Һәм әркез жанынан табылып, сүйеу болар ұл балалар бердім. Һәм жайлы өмір сүрсін деп, дүниенің бар игілігін алдына тарттым. Енді сол пендемді менімен оңаша қалдыр. Сонда да аш көзденіп, нығметімді одан сайын арттырып берген үстіне бере түсуімді қалайды. Жоқ, дәмеленбей-ақ қойсын. Өйткені ол қасарысып, аяттарымызға қарсы келді. Жақында оны титығына жететін ауыр азапқа саламын. Ол ел алдында Құранның қадірін қалай кетірсем екен деп ойланып толғанды. Мұратына жету үшін не істеп не қоятынын ойша есептеп пішіп те көрді. Жаны жаһаннамға жеткір. Айла шарғысын қалай есептеп пішті десеңші. Ей жаны жаһаннамға жеткір. Айла шарғысын қалай есептеп пішті десеңші. Содан соң маңызды бір нәрсе айтатындай маңайындағы ел жұртқа маңғаздана көз жіберді. Артынша түнеріп қабағын түйді. Содан кейін теріс айналды һәм тәкаппарлық ұстап, Құранның хақ екенін іштей біле тұрса да, мойындағысы келмеді. Сөйтіп, бұл бар болғаны, атам заманнан бері үйретіліп келе жатқан күшті сиқыр басқа түк емес. Бұл адамның сөзі басқа түк емес деді. Мен оны көп замай-ақ шыжғырылып жансын деп сахарға тастаймын. Сахардың не екенін білесің бе? Ол ішіне не түссе де түгін қалдырмай жалмайды. Бірақ жалмап қоя салмайды. Жалмағанын бұрынғы қалпына келтіріп алады да қайта жалмайды. Теріні шыжғырған үстіне шыжғыра береді. Тозақтықтың басы қасында 19 бірдей азап періштесі бар. Біз тозақ сақшыларын тек қана періштелерден тағайындадық. Олардың санына келсек, оны кәпірлер үшін сынақ һәм азап себебі қылдық. Сондағы мақсатымыз кітап иелері Мұхаммедтің Алланың елші екеніне шәк шүбәсіз кәміл илансын, мүміндердің иманы одан сайын арта түссін һәм кітап иелері мен мүміндердің титтейді күмәні қалмасын дедік. Сондай-ақ жүректерінде кесел болғандар мен кәпірлер. Сонда Алла осы мысал арқылы не айтқысы келеді десін деген едік. Міне осылайша Алла қалағанын тура жолдан тайдырып, қалағанын тура жолға салады. Раббыңның әскерлерін бір өзінен басқа ешкім білмейді. Бұл, яғни тозақтағы азап періштелері және Раббыңның басқа да әскерлері жайлы айтылған хабар тек адамзатқа жасалған ескерту ғана. Жоқ, мәселе кәпірлердің ойлағанында емес, аспандағы айға серт, түндігі түрле бастаған түнге серт, қылаң берген таңға серт. Шүбәсіз ол, яғни Құран, Алланың ұлы нышандарының бірі һәм бірегейі, адамзат үшін ерен ескертуші. Араларыңнан иман келтіріп, игі істер істеп, алға озғысы келетіндер үшін де, күпірлік пен күнәға батып артта қалуды таңдағандар үшін де ерен ескертуші. Әркім өз тапқанының, өз ісінің тұтқыны, яғни жұмаққа кірген әрбір жан, дүниеде тапқан сауабына һәм иманының дәрежесіне қарай нығметке бөленеді. Сондай-ақ тозаққа түскен әрбір күнәһар да өз қолымен тапқан күнәлері мен күпірлігінің деңгейіне қарай азап тартады.
ал амал дәптерін оң жағынан алатын асхабул яминнің жөні бөлек. Олар көз көріп құлақ естімеген, адамның қиялы жетпес ғаламат жұмақтарда болады. Олар онда өзара сұрасып жауап қатысып, өмір бойы күнәдан көз ашпаған тозақы күнәһарлар жайлы әңгіме қозғайды. Сонда олар тозақлардан: сендерді осынау жаһаннамға не айдап әкелді деп сұрайды. Сонда әлгілер: біз намаз оқитындардан қатарында емес едік, пақыр міскінді тамақтандырмайтын едік, ғапылдыққа салынғандармен бірге Алланы, ақиретті ескермей бос сөз, пайдасыз іспен уақыт өлтіріп күнәға бататын сауық сайранға елтіп, ғапылдыққа салынатын едік. Дін күніне, яғни Алланың алдында есеп беретін һәм жауапқа тартылатын күнге Құдайы сенбестік танытатынбыз. Сөйтіп жүргенде ажалымыз жетті деп жауап береді. Ендігі жерде оларға шапағатшылардың шапағаты түк те пайда бермейді. Осынау насихат һәм ескерту болған Құраннан теріс айналып қашатындай, оларға не көрінген? Олар бейне бір үріккен жабайы есек сияқты, үркіп арыстаннан қашқан жабайы есек сияқты. Олардың әрқайсысы өзіне Құран сияқты парақталған кітап берілгенін қалайды. Жоқ, ол мүмкін емес. Расында олар ақиреттен қорықпайды. Ол жаққа барғанда жағдайым не болар екен деп қам жемейді. Жоқ, ол мүмкін емес. Шүбәсіз бұл Құран ерен насихат һәм ескертуші. Қалаған жан оны оқиды. Оған ой жүгіртіп ғибрат алады. Алайда Алла қаламайынша олар оған ой жүгіртіп ғибрат ала алмайды. Шын жүректен тағзым етіп, жазасынан қорқу керек болғанда, күнәһарларды ескертуші де бір Алла.